курстар бар да, оларда да қазір соның арналықтарын арасында. Бірақ та солардың түп тамыры жалпы біздерде алға даму үшін біз кәдімгі профессионалды тұрғыда айналысуымыз керек та. Өйткені салыстырмалы қызық ақпарат айтайық. Мысалы, ұялы телефонның бағасы мен фотоаппараттың бағасын салыстыратын болсақ, шамасы бірдей почти. Мысалға айтайын, егер бастап жатқан кісі болатын болса, iPhone 12-нің өзі, мысалы да, кешегі барлығыңыз білесіздер, черный пятница дейді, сол жерде скидкамен, мысалы 334 мың да, мысалы ретінде. Дәл сондай бағаға жақсы сапалы сурет түсіретін аппарат алуға болады. Ол біріншіден жұмысыңыз жасауға болады, онымен екіншіден уже бірден қолыңызға аппарат аласыз да, ол біздерде маркасы маңызды емес, Nikon, не Sony, не Canon, не барлығында жұмыс жасау бір принципі бар. Негізгі мақсат, сол бірінші принцип түсініп алу. Бізде суретті түсірген кезде қалай? Біздер әдемілік түсіреміз да, оның ар жағынан маңыздылығына мән бермейміз. Шетелдік суретті фотографтарды қарайтын болсақ, ол кісілер суретке барынша мағына бергісі келеді да, бір нәрсемен байланыстырғысы келеді. Мысалы, біздің салада көбінесе суреттің құндылығы, көбінесе соның ішіндегі адамдар минут ішінде айтады, ол уақыт өте келе, мысалы, құндылыққа ие болуы мүмкін. Бірақ та шама келгенше бізде қазір мынандай тенденция қалыптасып қалғанда, мен көріп жүрмін, мысалы айтады, сенен суретті ала қоямын, сен түсіре қойшы шеш дейді да. Мысалы, көп фотожурналистер бір-бірін таниды, мысалы. Ол біздерде дамуға кедергі келтіріп отыр да, өйткені адамдар кадр үшін таласпайды, ракурс үшін таласпайды, мысалы. Келеді, бәрі бір-біріне суреттерін сұрап алады, анау менікін аламын, сенікін аламын дейді да. Содан конкуренция болмайды да бізде. Қазір сол себепті біздің фотожурналистика әзірше шетелдік адамның ішінде сәл-пәл төмен, мысалы, салыстырмалы Ресей көршілес, Ресеймен салыстыратын болсақ, өте төмен. Өйткені бізде жақсы фотографтар бар, жоқ демеймін. Олардың көбі үлкейіп кеткен, үлкен кісілер көбі орта буын өкілдері бізде аз да. Орта буын өкілдері аз болғандықтан біздердің жастар қазіргі кезде фотожурналистиканы әлі түсіне алмай жатыр, қалай ол қай жаққа қарай, қайда қараймын деген. Енді біздерде жалпы түсінік болсын, жалпы фотография қайдан шықты деген сияқты мағынада айтайын енді. Мысалы, фотографияны алатын болсақ, жалпы тарихы біздерде мерекелердің түрлі жатастырып жатады, біреу былай дейді, біреу былай дейді. Негізі фотография бұл грек тілінен аударғанда фото жарықпен, графия сурет салам деген мағына білдіреді. Жарықпен сурет салам деген мағына. Яғни біздерде бұл жерде басты нәрсе бұл жарық деген сөз фотода. Өйткені өздеріңіз білесіздер, жарық жерде сурет сапалы шығады, қараңғы жерде уже сапасын түсіреді. Бұрынғы кездері, көріп тұрғандай камера обскура дейді, қазіргі фотоаппараттың үлкейтілген түрлері қолданған. Жарық, көріп тұрғандай, мына жерде нашамадан камера обскурының өзінің арнайы осындай заты болған. Яғни бұл жерден жарық түскен кезде ішке суреттің кері айналған пропорциясы түсетін болған. Осы арқылы бұрын шетелде, Европада әсіресе ғимараттардың түпнұсқа суреттерін салған. Яғни камера обскурный аппарат қояды, пропорциясы күннің сәулесі арқылы мана жерге кері айналып түседі. Кері айналып түскеннен кейін не істейді? Копировать етеді да мана матыға. Содан да көп адамдардың, атақты адамдардың портреттерінің өте мықты салынуы көбінесе осы көшелердің арқасында болғанда, суретшілердің көбі бұл фактты айта бермейді, негізі бірақ бұл факт бар. Яғни былайша айтқанда көп суреттер осылай салынған. Яғни камера обскура жарық түседі, мына жерде айна тұрады, айнаға шағылысқан жарық ол айналып кері пропорциясын түседі, соның суретін бастырып алады. Сол ең бірінші басталған, енді 1339 жылы Францияда үлкен жиын болады, оларда білесіздер, патент дейтін түсінік бар ол кездерде. Бұл патентті алу кезінде олар ең бірінші Дагер өзінің осы ұсынатын ғылыми ашқан жаңалығын бұл кезде химия араласады, яғни 8 сағат выдержка дейді, қазір выдержка туралы айтамын, 8 сағат бойы түсірілген суретті көрсетіп, ең алғаш 7 қаңтарда фотография былайша айтқанда пайда болады. Енді оған дейінгі зерттеулер түрлі жүргізілген, олар сәтсіз жүргізілген. Осы Дагердің ұстазы бар, ол кісіде ең алғаш сурет деп сол есептеледі, ол суретте жазылады ең алғаш бұл шатыр өз-өзін көрсетті деген мағынамен. Үйінің алдына шатыр түсірген, оны көршісінің терезеден. Содан кейін енді ең алғаш сурет сол 7 қаңтарда түсірді. 7 қаңтар бұл фотографияның туған күні болып есептеледі. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бұл кісілер осы фотографияның шығуына тікелей қатысы бар. Бізде көбінесе бір қызметпен айналысқан кезде оның тарихын біліп алған жақсы, қайдан шықты, неден шықты. Өйткені біздер көбіміз бетін айналысамыз, ар жағында тарихы қалай болды деген сияқты. Енді қазақтағы фотография қалай келді деген сұрақ туындауы мүмкін. 1841 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысы Бөкей Орда ауданы, бұрынғы Ішкі Орда, Бөкей Ордасы деп аталады. Сол жерде
Шәңгерей Бөкеев, бұл Жәңгір ханның немересі. Бұлар барлығы ол кезде патшаның инаугурациясы болады. Соған барған кезде осыдан 180 жыл бұрын, яғни биыл қазақ фотографиясына 180 жыл, осы Шәңгерей Бөкеевке бұл кісі ақын, ағартушы, бес кітап жырлайды да жазылады бұл кісі туралы, ақындығы туралы. Бірақ та мына фотографияны ең алғаш осы кісі бастап айналысқан, бұл кісі ағартушы болғандықтан сыйлықтар береді, түрлі. Сонда патша үкіметі бір арба үлкен фотоаппарат берген екен. Ол фотоаппаратты қазақ жеріне алып келгеннен кейін 2 жылдан кейін келіп тұрды. Оған дейін де түрлі факттар бар. Соның ішінде Жәңгір ханның өзінің мектебін ашқан кезде Петербургтан арнайы фотограф шақыртып, өзінің фотоға түсірген. Яғни бізге ең алғаш фотография осыдан 180 жыл бұрын кірген. Одан кейін бізде үзіліп қалады, өзіңіздер білесіздер, тарихта қандай оқиғалар болған, сол туралы біздерде мына патша үкіметінің әсерінен, одан кейін Кеңес одағы деген секілді. Сол кездерде түрлі осы именно қазақ фотографтары, мысалы айтқанда, ұлы отан дүниежүзілік соғыстан кейін ғана бастап дами бастады. Оған дейін сол бек ортада Шәңгерей деген үзіліп қалған тарихта деректер жоқ. Ол кезде қазақтарды түрлі түсірген, мұндай көрсетті. Багаев 1930 жылы қазақ даласына келіп арнайы бұлар көбінесе зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Географиялық сол кезде түсірілген суреттер, Лебедевтің суреттері көптеп сақталған. Біз Алматыда әлі күнге дейін Лебедевтің орындары бар, манағыдай түрлі сейітханалы болған. Енді ол кезде фотография, былайша айтқан сейітхана ол кезде екінің бірі бұнымен айналыспаған, бұған арнайы білім керек болған. Енді фотоаппараттың жалпы құрылысы дейміз ғой, фотоаппарат неден тұрады деген сұрақ туындауы мүмкін. Енді жалпы фотоаппарат мына айтқан камера обскурының кішірейтілген түрі қазір кезде ішінде көріп тұрғандарыңыздай, ортасында бұл бізде мына жерде тұрған бұл матрицасы ол есептеледі. Бұл осы суретті қабылдайтын болады. Яғни бұл жерде арнайы физикалық құбылыс жүреді, яғни жарықтың түсуі арқылы бізде қазір өздеріңіз көп естисіздер, мегапиксель дейтін түсінік бар. Мегапиксель деген бұл сол әр шаршыда қанша пиксель бар деген, ол енді былайша айтқанда мега білесіздер, қанша нөл екен бәленбай миллион болғандықтан оны мега деп атын өзгертіп тастаған. Негізі бір шаршыда қанша пиксель бары бұл суреттің сапасына жауап береді. Біздерде бірақ оны шатастырмауымыз керек. Мысалы ұялы телефондағы мегапиксельмен фотоаппараттағы мегапиксель, менің фотоаппаратым 24:5. Менің ұялы телефоным ода 42 мегапиксель мысалы салыстырмалы түрде. Бұл жерде тек қана бұл матрицаның қаншалықты үлкен болады, соншалықты суретті қабылдауына жауап береді. Біздерде көбінесе мегапиксель түсінігін суреттің сапасымен шатастырып жатады, бірақ бұл жерде бұл қанша бір тығыздықта қанша пиксель орналасқандығына жауап береді. Бұл сол матрица, қазір матрицалар бөлінеді, матрицалар әртүрлі болады, қазір фотоаппараттардың түріне байланысты. Полупрофессионалды, профессионалды дейді, сосын зеркальный, беззеркальный дейді. Беззеркальный бұл қазір шығып жатқан цифровой камералар, бұларға матрицасына прямо жарық қабылдайды объективтен. Беззеркальный деген бұл ортасында айна шап, айна бар, затворды басқан кезде айна ашылады, матрица жарық береді, жабылады. Енді фотографияда негізі 3 түсінік бар. Бұл біздерде выдержка, диафрагма, ISO дейді. Яғни біздерде әрбірінің жауап беретін өзіндік түсінігі бар. Қазір алда тағы ол туралы көрсететін боламыз. Енді жалпы фотоаппараттың құрылысына келетін болсақ, қолымыздағы аппараттың стана тоқталып кетейін. Көріп тұрғандарыңыздай жарық мыңнан кіреді, объективтің арқылы мына жерден линз, бұл физикадағы құбылыс, оптиканың заңдарына байланысты бұл айналып түседі, біз изображение тіке болып түседі. Мына жерден мен айтқан матрица, осы матрицаның бетіне жарықтың сәулелері түсу арқылы бізде фотосурет пайда болады. Енді мына жерде оптиканың түрлерін қойып қойдық, просто жарық қалай оптикамен өтеді. Мына жерде түрлі оптикалар бар, қазір алдағы слайдта оптикалар қалай бөлінетіндігі жөнінде айтылған. Көріп тұрғанымызда кең диапазон мүмкіндік береді. Енді шынын айтқанда ұялы телефон ондай мүмкіндікті бере алмайды. Өйткені қарап отырсаңыздар 600 метр, одан да көп 1000 метр, 2000 метрға дейін жазу болады. Енді мына жерде түсінікті болу үшін түсіндіріп кеттім. Енді оптикалар қалай біздерде қазір широкоугольный камера дейді түсінік бар да, фотоаппарат, ұялы телефонда. Бұл негізі фотоаппараты фишай деп аталады. Кең көлемді, өте кең бұрышты дейді, немесе кең көлемді дейді. Бұл біздер 8 мм-дан бастады, яғни бұл алатын көлеміне байланысты. Бірақ бір ескеретін жағдай, оптикалардың көлемі неғұрлым көп болған сайын жандарда деформация береді. Оны өздеріңіз байқайтын боларсыздар, широкоугольный камерамен түскенде шетте тұрып қалған адамның беті созылып кетеді, немесе мынандай түрлі құрылыстар болады. Одан кейін бізде орта кең бұрышты дейтін бар, мына жерде миллиметрлармен беріп көрсетілген. Бұлар қолдану аясына байланысты. Мысалы, біреу репортажная қолдану мүмкін. Репортажная бұл универсальный оптикалар. Мысалы, универсальный оптикалар 24 пен 105-тің аралығында болуы мүмкін. Бұл
алысты жақындатып алуға да болады, немесе кең көлемді етіп алуға болады. Сол секілді мысалы спорт түсіретіндер немесе жануар түсіретіндер өте ұзын фокусты қолданады. Бұл үлкен оптикалар қашықтыққа байланысты. Енді бұлардың манағы айтқан жарық сезгіштігіне байланысты, диафрагмасының көлеміне байланысты оптикалар қымбаттай береді. Мысалы ең 1/2 диафрагма дейді, бұл бізде светосильный дейді, жарық сезгіштігі жақсы. Оның бағасы басқаларына қарағанда әлдеқайда қымбат болады. Одан кейін фокус қашықтығына байланысты, фокус қашықтығы неғұрлым ұзын болған сайын оптикаға соғұрлым қымбаттай береді. Енді бүйтейік, жалпы біздерде композиция дейтін түсінік болады. Суретте енді жалпы келейік, суреттерді қалай түсірген дұрыс деген сұрақ туындауы мүмкін. Мысалға біз суретті түсірген кезде көбінесе мән бермейміз да, мысалы бірдеңені көріп тұрып па, барамызда жапсырамыз, оны айтады, негізі суретте затворды басу бұл ең соңғысы аппарат. Ең бірінші адам ойлау керек, сен суретпен не жеткізгің келіп тұр. Мысалы репортажда да солай. Репортажда бұның барлығы өте жылдам болу керек та. Сен ойлап тұрған нәрсеңді бірақ суретпен жеткізуге болады. Мысалы тарихта түрлі жайттар кездеседі. Мысалға өздеріңізді кейіннен қарап алады, Стив Маккеннидің жұмыстарын қарауларыңыз болады. Бұл өте британдық, өте атақты фотосуретші. Бұл кісінің суреттерін National Geographic секілді журналдар көп басылымға көрсеткен. Қазіргі талып сіздерге сразу көрсетейін. Бұл кісінің жұмысын сіздер авторын білмегенмен бір жерден көрулеріңіз мүмкін. Бұл біздің композиция суретті көрген боларсыздар да? Атақша кімнің несі ғой, ауған қыз емес пе? Осы сурет мысалы бірақ суретпен қанша мәселенің барлығы мысалы көрсетеді. Мысалы бұл кісінің суреттері жұмыстары өте көп, әсіресе осы көбінесе осы кісіден стильдерін алуға болады да, өйткені бір фотографтардың көбінесе белгілі бір стильдері болады. Оқымаған, білімсіз барлығы бір нені сурет сөйлеп тұр ғой? Сөйлете білуіміз керек. Бізде көп суреттердің құндылығы жоқ. Ол құндылығына біздер неге мән бермейміз? Себебі біздерге ол туралы көп айтылмайды. Біз баса береміз. Мысалы түрлі қазір камера цифровой болып кетті. Бұрынғыдай 2/1 қолынан былайша айтқанда басу, камера алып, қытырлатып баса береді. Цифровой емес пе дейді, пленка емес дейді, атай керек емес, ол да типті. Бірақ та осындай кезде менің ойымша фотографияның нағыз құндылығы, нағыз профессионалдығы алға шығады деп ойлаймын. Мысалы енді бұл кісінің көрікті суреттері, жалпы суреттерде көбінесе біздерде сол проблема ойластырмаймыз да суреттің қалай түсіретінімізді. Мысалы бір шара болады дейді, біз айтамын, мен барам да түсіре саламын дейді. На самом деле ол ойланып қарайтын болсам, одан да жақсы сәтті суреттер шығаруға болады да. Мысалы ол сурет арқылы текстіңізге сопровождение жасауға болады, өте әдемі, мысалы жақсы мақала шығаруға болады. Сосын шама келгенше көп жерлерде біздер ракурстарды іздеген дұрыс, жақсы ракурстарды. Жұттықсап бір жерден түсіре бермей, кішкене қозғалып, өйткені барлығы қозғалуы қазір ерінеді, жүргісі келмейді, сіз кішкене жүргісеңіз өзің ұтымдатасың. Сосын мынандай түсінік бар, фотографтарда оқиғаны алдын ала біле беру керексіз. Сіз баратқан оқиғаға дайын болу керексіз, бір шаг алда болу керексіз. Мысалы қандай өздеріңіз көрдіңіздер ғой, Нұрсұлтан Әбішев Назарбаевтың суреті бар. Әзербайжандық армениялық фотограф, қазіргі Армения президенттің фотографы кіріп кеткен кезде қалай түсіріп алған сурет, яғни Назарбаевтың бетіне толық жарық түсіп тұр, арт жағынан кісілерге жарық түспей тұр. Мысалы ол белгілі сәтті, ол кісімен өзімен сөйлескенде айтқанда бір кісінің өткенін көрген сол жерден жарық қалай түскен, ол моментті күткен. Ол бір шаг алда, яғни ол жерден кіретінін білді. Бұл менің ойымша андай суреттерді көп қарағаннан болады. Өйткені шама келгенше суреттерді көп қарау керек, басқа шетелдік суретшілерді дүние түсіріп, біздің басты қателігіміз қазір жіберетін, мен енді білмеймін, әркім әрқалай, менің өзім ойымша біздер дұрыс нәрсе қарамаймыз. Өйткені манағы айтқан айналып келгенде сол мобилографияның темасына келеді да, мысалы ол түсіріп жатқандар көп та бізде әдемі екен деп қараймыз. Суреттер шама келгенше біз барынша ішіне бір болса сол жерде проблеманы болмаса бір шаттықты, көңіл күйді бере беруіміз керек та ішіне, бірақ суретпен. Біздерде мысалға, енді композицияда негізгі түсінік правило третьяка дейді, объекттің орналасуы. Көріп тұрғандарыңыздай, объекттің сетка дейтін нәрсе бар, ол не үшін екенін түсіндірейін. Бұл сетка не
негізі бостан бос салынбайды деп телефон адам. Бұл фотографияның алтын ережесі дейді. Объект ешқашан центрда орналаспау керек. Ол белгілерді көріп тұрғанда айтады. Үшбұрыштардың түйіскен жерінде объекттің центрі болу керек. Объект центрде орналасатын жайттар бар, бұл исключениялар болады, бірақ та көп жағдайда суреттің әсемдігі объектті дұрыс орналастыра білу бізде. Бұл яғни передний план, задний план, центральный план деген нәрселерді көрсете білуіміз керек. Енді мен қазір мысал ретінде суреттерді тағы көрсетіп жатамын. Мысалы, мында пейзаж түсірілгендегі суреттер орналасқан, сосын біздерде көбінесе жиі өтетін қателік осы композиция жөнінде. Біз көкжиек сызығы дейтін нәрсе бар, бұл күн мен жердің түйіскен жері. Соны көбінесе ортаға қойып қоямыз центрға. Бұл қате нәрсе да, өйткені сен толық информацияны бере алмайсың. Сол себепті манағы қайтадан ережеге қайтып келеміз. Манағы сызық, мына жерде ортасымен көкжиек сызығы өтеді. Бұл көкжиек сызығы мынаның жоғарында немесе мынаның төменінде болу керек. Центрда орналасатын жағдай болады, бұл исключение. Судың отражениесімен түсіріп жатқан кезде объект былайынша көбінесе әдемілік дейді ғой, сондай нәрсені суреттің орналасуына байланысты композициямен көрсетуге болады. Мысалға, мына жерде передний план, задний план, центральный план деген нәрсе. Яғни сіз фотограф болғандықтан, сіз фотограф өзіңіз көрсету керексіз. Қарап отқан адам сіздің суретіңізді қараған кезде сен бірінші мынаған қара деген нәрсені сен уже ойлап түсіру керексің. Сол кезде сенің ойындағы сурет шығады. Мысалы, мына жерде өздеріңіз көріп тұрсыздар, мына жерде шетелдік фотосуретшілердің жұмыстары қолданылған. Өздеріңізге мына сайт жазып алуға болады, түрлі информациялар бар. Қазақша бізде фотомер дейтін қоғамдық бірлестік бар, үлкен соның сайты ішінде қазақша мәліметтер, осы фотография тарихы жөнінде, композиция жөнінде түрлі қазақша мағлұматтар бар, оқып танысуыңызға болады. Енді мына суретке оралайық. Мына суретте көріп тұрғандай біздерде көкжиек сызығы дұрыс орналасқан. Объект бөлсек, жоғарында мына көкжиек сызығы ортада жоғарында. Артқы план бар, центральный план бар, передний план бар. Фокусты центрға берген, яғни бізде бағыттап тұрды суретпен, бірақ өте әдемі композиция орналасқан. Енді біздерде бұл түрлі шешімдері болады, бұл енді белгілі бір ережелерге сүйенеді, бірақ бұл ережелер бұзылады өздеріңіз білетіндей. Бірақ та бізде көбінесе ережені айтылады ғой, бір сөз қалыптасқан ғой, ережелерді бұзу үшін деп айтып жатады. Дұрыс түсінбейміз де, бірінші ол ережелерді бұзу үшін сен білу керексің ол ережелерді. Бидалы ережелерді бұза беруге болмайды. Сол себепті белгілі бір сүйенетін ережелер бар. Мына жерде мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, кейбір суреттерде осындай композициялық тұрғыда диагональ композициялар көбірек қолданылған. Бұл суреттің түсіру шешіміне байланысты әртүрлі жағдай болады ғой. Бұл жерде де мысалға көріп тұрғандарыңызда арнайы сызық бар да, адамның көзін центрге бағыттайтын мысал ретінде. Одан кейін жалпы қазір мен жесткий дискте тағы өзімнің жұмыстарым бар, көрсетемін. Мысалы, табиғат түсірген суреттерде де көріп тұрғандарыңызда, енді бұл жерде суретке түсіретін алтын уақыт деген естулеріңіз бар ма? Күннің батар кезі. Күннің батар кезі, күннің батар кезі бұл фотографияда суретке түсіретін ең алтын уақыт. Неге бұл уақыттар есептейді? Өйткені бұл уақытта күннің түсу бұрышы жер бетімен тең келеді. Яғни одновременно түсетін түс. Сосын түстер қанық болады. Мысалы, күн атқан кезде бір жарты сағат уақыт, күн батқан кезде бір жарты сағат уақыт. Күндіз өздеріңіз білетіндей суреттер сәтсіз шықпайтын, күн жоғарыда тұрады, жарық бөлініп беті көлеңке болып қалады, немесе енді қазіргі кезде арнайы светтердің көмегімен бәрін істеуге болады, бірақ енді табиғатта бұл ережелерге сүйенген дұрыс. Сосын мына түнгі түсірілімдер бар, енді қазір алдарында тағы суреттер көрсетейік. Мысалы, мынау композиционный тоже манағы айтқанда кейбір суреттерді біз центрға қоймаймыз дейміз, бірақ мұнда исключение бар, бұл макроөшемділер дейді, бұл да бір фотографияның саласы болып есептеледі. Бірақ мұнда байқасаңыздар, мына жерде өткен диагональ бар да, диагональный центрда сәл бір өзіндік әдемі геометрия беріп тұр. Енді біздерде манағыдай ракурс дейтін түсінік бар, суреттерді түсірілу, мұнда біздің әріптестеріміздің түсірген суреттері бір-екі мысал ретінде салынған. Досжан Балабеков дейтін ағамыз бар, ол тоже осы сала бойынша қызмет етеді. Машинадан біліп тұру Алматы екен. Казгудағы журналистика факультетінде осы сала бойынша қызмет етуде. Енді бұл жерде де манағыдай композициялық шешім жөнінде айтылып, мысалы передний план, задний план деген секілді нәрселер кеңінен қолданылған. Енді бұл дәрістерді толығымен оқып өзіңіз уақытыңыз болған танысуыңыз болады. Мен сізге былай бірсыпырасын айтып кетіп жатқаным, бұл дайындаған Асылхан Абдраимов дейтін
фотожурналистика үлкен еңбегін сіңіріп жүрген ағамыз бар. Сол кісінің дайындаған еңбектері, яғни бұл қазақ фотографиясының барлығы былайша айтқанда қазақша жазылған. Енді біздерде мынаның ішінде тағы мына сабақтардың бірі бұл фотографияның түрлері туралы жалпы айтып кетейік. Мұнда көріп тұрғанымыз портреттік съемкалар, енді барлығы айтылады, бұл табиғат түсіру, пейзаж, одан кейін архитектураны түсіру дейтін бар, оның барлығы біздерде барлығы жалпы фотография деп айтылғанмен шетелде бұлар барлығы бөлек сала-салаға бізде бәрін бір кісі түсіре беруі мүмкін ғой. Біздерде оларда сала-саламен бөлінеді, сала-сала бойынша дамиды. Мысалы, мен естігем, Англияға барғанда жұмысқа кірердің алдында сен қандай келгенсің де, қандай жұмыс жасайсың деп. Сол кезде шығады, жүргізуші қандай машиналар шығады біздің арасында мысалы. Оларда фотографияны таңдаған кезде анда түседі екен да, неше түрлі галочка мысалы. Жанрмен сен тек портрет түсіресің бе, сен анау түсіресің, мынау түсіресің деген секілді. Сол секілді мұнда жанрлар көрсетіліп кеткен, мұнда енді жарықтың түсуі, манағы композициялық шешімдер деген секілді ғой нәрселер, мысалы рекламалық түсірілімдер немесе арнайы журналдарға түсірілімдер енді мұнда толығымен жетіп кеткен, нәрселерге жалпы ақпарат болсын деп айтып кетіп жатқан. Енді жалпы суреттердің түрлі бағытта такмен мұнда не суреттер бар екен. Мен мұнда осы жақында түсірілген суреттерді салғам ішіне. Оны білетін шығарсыздар, бұл біршама резонанстымыз. Фотоблоктар бұл жерде түсірді жақсы суреттер түсіреді. Мысалы, қазір өзіміздің әріптесіміз Османғали деген секілді ол кісілердің де жұмыстарын қарап, салыстырмалы түрде қарауға болады. Енді мен асықыстау түсірдім, бірақ та сіздерге қызық болсын деп алып кейбір манағы айтқан көкжиексіз ережесі бұл жерде сақталған да. Мысалы, кейбір жерлерде манағы исключение болады деп. Мысалы, көріп тұрғандарыңызда мына суретте аздап исключение бар, өйткені көкжиексіз көбісі. Бұл да бір суреттің мысал ретінде көрсетілді, өйткені белгілі бір ақпараттық бізге де 2-3 сағат уақыт болды, осылай ақпарат жинап түсіріп беруге. Қандай исключение мұнда? Мысалға, мұнда объект алда тұрды, мынаны түсіру өте қиын, өйткені алыс зум объективің болмаса, мынаны түсіре алмайсың. И қаланы көрсету керек болды. Мына жердің положениесі ыңғайсыз жерде, алды шалшық деген секілді. Сол себепті осылай түсіру керек болды. Жұмыстар енді барынша көрсетіп келген ой, мына көріп отырғандай, мына жерде крандар секілді, бұл құстарда тұру деген секілді форматта құрастырылған композиция болатын. Енді мысал ретінде сіздерге салып келдім. Одан кейін мен түсіретін жанрлардың бірі бұл футбол. Енді өзім бір қызық спорттың ішінде футбол. Енді бұл жерде шынында доли секундта ойлап білу керексің да. Енді манағы айтқан өз түсіретін нәрсеңді білу керексің дейтін сөз осыдан шығады да. Сен мысалы ол жалпы футболға қатысты емес, жалпылама айтатын болсам, мен мысалы қай нәрсені түсіруде мен оны дайындалып барасың да, ойлап барасың. Сол секілді мысалы футболда қарайсың, өзіңмен анализ өткізесің, ол өзің автоматически миыңа қалыптасады да, шетелдік суреттерді қарайсың и білесің кімнің қай жерден тебетінін. Мысалы мына жерде гол салған сәтте мысалы бұл футболисттің осының алда ойындарын білесің деген секілді нәрсе ғой, егер қызығатын болсаң. Сол секілді қай жерден қалай мысалы топ тебетінін мысалы. Ол жалпы футбол емес, басқа да мысалы репортаж түсіріп жатқан кезде да, енді мысалы президент түсіріп жатыр делік те, ол кісінің қандай қимыл жасайтынын, қалай ол кісілер енді барлығы бұндайға дайын болады пресса. Сол кезде сол моменттердің барлығын алдын ала ескеріп біліп отыру керексің да, қайда батыр, кімге батыр, қалай барады, кімге қолын береді, программаның алдын ала беретін. Сол себепті сен барлығына дайын болу керексің. Бұл жерде суреттерде жалғыз бізде де қазір футбол түсірген кезде шетелдіктерге қарағанда бізде проблема в том, что поледа болып жатқан нәрсені түсіреді, поленің сыртындағысын түсірмейді. Ол жерде мысалы қай ситуацияда да барынша мағлұматты ашып алу керексің да. Манағы айтқан сенің басты артықшылығың сенің суретің. Бізде Тұрар Қазанғап дейтін фотосуретші бар, білетін шығарсыздар, Тенгринюстің. Сол кісінің айтатын сөзі бар, мықты фотограф жоқ дейді, мықты сурет бар дейді. Фотографты мықты қылатын суретін. Енді мен мұнда мысал ретінде осының алдында болған матчтарда суреттерді салдым. Мұнда жанкүйерлермен түскен суреттер, сосын шама келсе біздерде көп фотографтарда, жақсы фотографтарда қателік біздер өзіміздің аккаунтымызды дамытпаймыз, жеке бренд ретінде көрсетпейміз.
сол біздің басты кемшілігіміз деп ойлаймын. Өйткені қарап отырсаң шетелдік фотографтар қайда жүргенін, қалай жүргенін барлығын әдемі салып отырады, түсіріп отырады. Мысалы мына суретті Босния Герцеговинаның шабуылшысы қазіргі кезде шетел клубта ойнайтын Эдин Джеко дейтін ойыншы өзінің әлеуметтік желісіне салып қойды да. Мысалы осы матчтың алдында мен әлеуметтік желінің құдіреті деп ойлаймын. Маған осы Босния Герцеговинаның официальный мемлекеттің официальный футбол федерациясы осы сурет түсіруге маған тапсырыс берді. Осылардың суреттерін түсіруге. Бұл жерде көріп тұрғандай қазір бізде әлеуметтік желі бар. Бізде үлкен мощный мүмкіндік бар да. Шығаруға, көрсетуге жұмыстар, жақсы жерлерде жұмыс жасауға. Бізде фотографтар тек қана тоймен табыс табады деген түсінік қалыптасып қалды. Көбінде ол қате түсінік. Өйткені бізде фотографиямен қызмет етсең жақсы дүниелер істеуге болады. Әлі бізде түсінбей жатыр да қауым, бірақ түсінетін адамдар уже пайда бола бастады. Өйткені қалай бізде мысалға айтайын, кейбір жерлерде қызық болады. Фото мен видеоға түсірілім береді. Ойлайды заказчикке айтады, мен видеоға 60 мың бердім. Мысал айтайын да. Фотографқа 20 мың жарайды деген секілді түсінік қалыптастырып тастайды. Негізі бұлардың жұмысы екеуі бірдей сапалы жұмыстар. Соны шетелдіктерде фотоны көп бағалайды видеоға қарағанда. Өйткені фото газетте қалады, фото тарихта қалады. Фотоны кез келген жерде қолдануға мүмкіндік бар. Манағы журналдың беті, газеттің беті, мақаланың, сайттағы, а видеоны жүктеу кішкене проблема. Видеоны газетке баса алмайсың деген секілді да. Мұнда да тоже манағыдай кішігірім қызық болсын деп көрсеттім. Болельщиктардың қалай қуанып жатқан. Адамдар ортада тұр ғой, солай бола бере ма? Бұл кішкене мына жақтан не қалып? Бұл манағы айтқан исключениялар ғой. Бірінші нағыз ережені, бір основной ереже бар, и соларды жайлап бұза бересің да, композицияның решениеге байланысты. Ол қатып қалған ереже жоқ, просто ережені бұзу үшін бірінші оқу алу керек деген түсінік қой. Арнайы білу керексің, нені бұзайын деп жатқаныңды. Ол енді анау ойбай центрда болу керек деген қатып қалған ереже жоқ, бірақ кейбір суреттерде бұл ереже жұмыс жасайды. Қазір мен мынандай өзімде русский дискте суреттер бар, соларды көрсетемін жұмыстарын. Мына жерде мысалы мына центрда тұр да, бірақ жарықтың түсу, мына суреттер бір кадрмен түсірілген, серийный съемка емес, бір кадрмен бір рет жарып береді, бір рет түсірілген суреттерді қызық болса деп суреттер салып. Мысалы манағы айтқан коммерциялық съемкалар түрлі бағыттағы. Енді бұл жерде основной жұмыс жарықтың қолданылуы, мана жарық қандай рөл атқаратындығы туралы. Ракурстарды дұрыс алу керек қой. Мынау портретный съемка, мана жанрға просто мысал ретінде көрсетіп кеткен. Мысалы, одан кейін кейбір қызықты суреттер болады, тақырып қоятын бір өзі негізі фотограф болғасын. Егер қызықсаңыздар, жалпы кітап көп оқыған жақсы да, бұл жерде де көп өледі, фотограф кітап не керек деп алып өткен, ол өте жақсы нәрсе. Өйткені суретке дәл аттауып қою, ол өте үлкен шеберлік былайша айтқанда. Мысалы, мынандай сурет болды, мен жүргенмін негізі басқаша мен мына жігіт аттан құлап түсіп, мысалы, соның бір қызықты тақырып қою керек болды. Мысалы, аттан құласақ та, мысалы, салттан құламайық деген сияқты тақырыптарды қойып, суреттің былайша айтқанда бір ары қарай үлкен мағынасын ашып, мәнін ашып деген сияқты болады. Кәдімгі жұртский диск алып көрейін. Жұртский дискте тағы суреттер бар. Иә, қызықты екен. Мен ондайды фотографта жай ғана фотография түсіріп. Жоқ, мен де сол ракурс ережесін білем, қалай естіген бұрын, ал бұлай енді. Бізде университетте осыған арнайы фотожурналистика сабақ болды. Болды, иә? Қай университетте? Қостанай. Жақсы, ол біздерде көп жерде оқып берді бұндай. Бізде оқытты. Фотожурналистиканы. Кім деген кісі берді саған? Амангелді. Танымайтын шығарсыз, Қостанайдың оқытушылары. Енді жалпы сұрақтарыңыз болса фақат қоя беруге болады. Менде Инстаграм болады. Медиаскулда бір тоже фотограф. Қазір Анау суға батып шығаратын фотосурет қалай? Анау суға батырады ғой. Сосын ана іліп қойылады ғой, қараңғы, киноларда көретін ғой. Сол ол қандай немен түсіреді, мысалы солай? Манағы суреттің манағы айтқан үш түсінік бар, айтпақшы мен ол туралы айтып оқымын сіздерге. Суға қараңғы кабинетте барады да, суға батырады да былай. Сосын іліп қояды ғой немен. Сурет нақшы болу үшін бе ол қалай? Бұл химияның көмегімен болды. Суреттің бұрынғы кезде дегенде қазір де шығарады, бірақ қатты популярны емес. Бұрынғы кездерде солай сурет шығарады. Қараңғы бөлмеде кинопленка жанып кетпеу керек, арнайы
отвратительный заттар түрлі өзінің қоспалары бар. Енді мен нақты қазір цифровой болғасын ол жаққа көп үңілген жоқпын да, бірақ та